Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт. Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады. Оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр жасырмай ашық айтатын адамы мұғалім. Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді. Ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде, күні бүгінге дейін өзімді шәкірттей сезінемін. Мектеп кеме, білім теңіз. Ұстаздық ұлы іс. Мұғалім мамандық болса, ұстаздық қасиет, табиғат дарытқан құдірет. Бойыңа қуат, жүрегіңе жарық, жігер беріп, өрге сүйрейтінде, жаныңа азық, өміріңе өзек боп төрге сүйрейтінде осы ұстаздық қызмет. Алты алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдікі. Егер ертең шәкірттеріңе үлгілі ұстаз боламын десеңдер, еңбекшіл болыңдар. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Мамандығын жан тәнімен сүйгендіктен мұғалім ең алдымен өзінің интеллектісін көтеруі керек. Дүниеге деген көзқарастарын биіктетуі керек. Барлық істің басшысы білім мен ұғым. Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде ұстаз тәрбиелейді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай ардақтауға міндеттіміз. Бала жүрегі кішкентай күй сандық, сол сандықтың кілтін тапсан ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұруы керек. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырда аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек. Мұғалім деген ат қасиетті ат. Мұғалім деген аттан таза еңбекті сүйетін мамандық иесі деген сөзді ұғынады. Елдің надандығымен алысатын адам мұғалім.